сәлеметсіздер ме? Біз Асметулас технологиялық колледжінің студенттеріміз. Біз бүгін өзімізге ұнайтын, жанымызға жақын кітаптар туралы айта кетсек. Мысалы, менің өзіме қазақ әдеби жанрында жазылған кітаптар ұнайды. Олардың ішінде Бақыт Жамал, Ұлпан немесе Ақбілек романдар қатты ұнайды. Ол романдардың басты тақырыбы олардың ішінде осы атам замандағы, яғни бұрынғы замандағы қазақ елдерінің өмірі туралы пайымдалады, яғни солар туралы айтылады, қиындықтары қандай, олар өмірден неге алды, солар туралы қараған, оқыған, маған өте қызықты. Сонымен қатар өзіміздің Абай Құнанбаевтың қара сөздері, яғни нақыл сөздері деп білемін, солар маған өте жаныма 45 қара сөзден тұрады, және бұл сөздерді Абай атамыз осы келешек ұрпаққа өнеге тәрбие болсын деп жазып кетті деп есептеймін. Ал мен орыс әдебиетіне жақын. Бұл жерде мен өзімнің сүйікті авторы Михаил Юрьевич Лермонтов туралы айтып кеткім келіп тұр. Михаил Юрьевич Лермонтов 1814 жылы дүниеге келіп, 1841 жылы дуэльде қайтыс болады. Михаил Юрьевич Лермонтов осы Геройдашы атты романын 5 бөлімнен тұрады. Осы кішкентай кітаптың ішінде 5 бөлімі бар. Михаил Юрьевич Лермонтов Геройдашы атты романын научно-психологический жанрда жазып кеткен. Маған жалпы научно-психологический, фантастический жанрлар ұнайды.